Сәлем баршаңызға. Бүгін бізде numbers деген тақырып. Numbers дегеніміз бұл бізде сан есімдер, иә? Сан есімдер бізде қазақ тілінде екіге бөлінеді. Cardinal numbers және де ordinal numbers. Cardinal numbers дегеніміз бұл бізде есептік сан есімдер. Ordinal numbers дегеніміз бұл бізде реттік сан есімдер. Бүгін сіздерге есептік сан есімдерді түсіндіретін боламын. Cardinal numbers. Есептік сан есімдер дегеніміз бұл кәдімгі 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген сандар. Оларды жақсылап жаттау үшін негізі сіздерге міндетті түрде жазып алғандарыңыз дұрыс. Сосын көзбен жаттау керек та, қайта-қайта оқып шығып, мысалы 0 деген 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Енді қараңыздар, 11 мен 12 міндетті түрде жаттап аласыздар. Ары қарай 3 деген 3 қоя, 10 дегеніміз уже 13, 10 дегеннің барлығын байқап тұрсаңыздар, міне тин дегенде жалғанады. 10 дегеннің барлығына міне тин. 13 деген 13, 14 деген 14, 5 деген 5 қоя, бірақ жалғауы жалғағандықтан V деген әріп P-ға айналып кетеді. 15, 16, солай қалады. 17, 18, 8 деген өз T-мен аяқталады. Мына жерде жалғау жалғамаймыз, 2 T болмайды, бір ақ T болады. 18, 19, 20, бітті. Енді 20-дан бастап уже T деген жалғанады. 20, 30, 40. Енді қараңыздар. 4 дегенде U деген әріп бар, 14 дегенде U деген әріп бар, 40 дегенде U деген әріп түсіп қалады. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 дегеніміз 100, 1000 дегеніміз 1000. Енді бұларды қосып қалай айтамыз, соны үйренейік. Мысалы, 23 дегеніміз бізде 20 деген. 23 дегеніміз бізде 3, 23. 133 дегеніміз, 100 дегеніміз, 100 дегеніміз 100, иә? 100-тен кейін міндетті түрде біз and деген сөз қосамыз. 100 and 30 деген бізде 30, 3 дегеніміз 3. 2561, 2 деген бізде 2, 2000, 1000 дегеніміз бізде 1000, 2000. 1000-тен кейін ештеңе қоймаймыз. 500, 5 деген 5, 100 деген бізде 100, одан кейін 100-тен кейін міндетті түрде and қоямыз. 100 and 61 деген 60, міне 60 қайда? 61, 10. Түсінікті ғой? Осылай бірнеше санды жазып жіберсеңіздер болады комментарияға. Мысалы, сіздерге сұрақ қояйын. Так, қызыл постымен қояйық мына жерге, иә? 5342 дегеніміз ағылшын тілінде қалай жазылады? Осыны комментарийға жазып жіберіңіздер. Және де міндетті түрде English сөйле деген Instagram парақшаға жазылыңыздар. Сол жерде күнделікті өткен тақырыпқа байланысты сториста тесттер болады. Және де қандай тақырыптағы түсіндірейін, соны комментарийға жазып жіберіңіздер.